балам, әкеңе звондап, рұқсатын алайық, сосын әжеңе барып, қолөнер үйреніп қайтайық, Иә. Әкеңе хабарласайық, Иә. Алло, әкесі, біз Айсұлтанға ұлттық құндылықтарды үйретуге әжесіне бармақшы едік. Соған сізден сұранайын деп едік. Жақсы анасы, барып қайтыңдар. Жүре ғой Айсұлтан, екеуміз әжеңе барып қайтайық, Иә. Кетті. Әжесі, Айсұлтан сізге келді. Әкеші. Балам, мен қошқар мүйіз ойын ойып жатырмын. Ойып үйренесің бе? Иә. Мынау. Мына түрін көрсетейін ба саған балам? Енді бұл түрі өте оңай жасалады. Мен мынаны көрсетейін. Шаржан бірінші шарды үрлеп алып, қағаздарды төрт бұрышты қиып, желіммен клейлеп аламыз. Одан кейін мынау көрсетейін саған. Мынаны сендер жолда мороженое жейсіңдер ғой? Мына дайын мороженейдің ыдысын алып, бұл істеп қойған немізге кигіземіз. Міне қарасақ уже құмырамыз дайын бола бастады, Осы Айсұлтан қара, мына кендіршікпен жапсырмалап, мынаны түгелдей орап шығамыз. Сол кезде мынау біткен түрі болады. Мынаған қарасаң, түгел жапсырмалап қойдық. Одан кейін мына жерге мынау әшекейлер, бұрынғы кезде біздің ұлттық құндылықтарымыз дегенде біздің ой өрнектеріміз жойылып баратыр. Сол үшін біз мына құмыраға біздің мына қошқар мүйізімізді жапсырамыз. Міне Айсұлтан, біз жаңағы қошқар мүйізімізді жапсырамыз. Міне жапсырмалап жатырмыз. Міне біздің қошқар мүйізіміз жапсырылды, дайын. Міне балам, саған дайын болған құмыраны сыйға тартам. Рахмет сен. Талабыңа нұр жаусын балам.